Қайырлы күн, құрметті әріптестер, жас мамандар. Жалпы сабақты жүргізгенде біз көп жағдайда мына оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығаруды және оқу мақсатынан сабақ мақсатына шығу жолдарында көп қателесеміз. Жалпы мына қысқа мерзімді жоспарды құрастырған кезде біз жиі қандай қателіктерге ұшыраймыз, қандай қателіктерді бой алдырамыз. Мына осы тақырыпта мен сіздерге қысқаша баяндама жасап өтсем, негізі білім берудің негізгі көрсеткіші ол мұғалімнің сабақ берудегі қиындықтары мен қателіктерін жоюға әдістемелік көмек беру. Бұл жалпы сабақ беруде кездесетін кез келген қиындықтарды біз мына тәжірибе барысында және тәжірибелі мамандармен бірлесе отырып, немесе қандай да бір әдістемелік нұсқаулықтардың, қандай да бір әдістемелік оқу құралдарының көмегімен шешуімізге болады. Сабақтағы негізгі көрсеткіш сіздің оқу мақсатыңызға және стандартта бекітілген оқу мақсатына және сабақ мақсатына жетуіңіз болып табылады. Мен осы орайда жалпы бұл баяндаманы бастамас бұрын сіздердің назарларыңызға мына Робин Джексонның шәкіртіңнен аспа немесе ұстаз болам десеңіз деген керемет бір оқулығын ұсынғым келіп отыр. Бұл кітап жалпы сіздің сонау алғашқы баспалдақ тағылымдамашыдан бастап сонау педагог шебер санатына дейінгі аралықта жүріп өтетін жүйелі жолдарыңыздың, жүйелі тәжірибелі жолдарыңыздың негіздері осы кітапта керемет баяндалған. Және осыны назарларыңызға ұсынбақпын. Жалпы бұл баяндамада, бұл коучингте, вебинарда сіздер не күтесіздер? Пәнді оқытудағы оқу мақсаттарындағы кодтау ұғымы туралы түсініктеріңіз кеңейесіздер. Оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығаруды үйренесіздер. Сабақ мақсатын саралауды, оны Блум таксономиясымен байланыстыруды үйренесіздер. Кері байланыс пен рефлексиядағы әрекеттер талданатын болады. Осы орайда біз мынандай бір кейс ұсынсақ, жалпы педагогикалық шеберлік орталығының тренері Асхат Әлімовтың мақсатты саралау міндетті емес сұхбатын тыңдап алуды ұсынамын. Жалпы мақсатты саралау дегеніміз қандай? Бізде бұрын жалпы мақсатты көптеген оқушылар, барлық оқушылар деп оқу мақсаттарын немесе сабақ мақсатын саралайтынбыз. Ал сабақ мақсатын саралау міндетті емес екендігін қайдан білуге болады? Ол үшін мына бір бейнежазбаны назар аударсаңыздар. Мақсатты саралау міндет емес. Міндет емес. Бұл енді кейбір өте мықты мұғалімдер осы мақсатты жаңағыдай саралауына болады. Бірақ мен айтамын, осы арқылы мұғалімдер өз жұмысын өздері қиындатып алады. Неге? Мысалы, егер бір мақсатты саралайтын болса, барлық оқушылар басын бөлігі, көпшілігі деп, онда ол үш бағалау критерий туындату керек. Үш бағалау критерий. Үш бағалау критерийі үш тапсырма, және де үш тапсырмаға үш дескриптор, бөлек-бөлек. Сондықтан мен айтамын, мен ұсынысым мынандай мұғалімдерге. Егер сіз өзіңіздің жұмысын, әрине сіз өзіңіз білесіз, мен соған дайынмын, мен соған сондай бір күрделі жұмысқа лайықпын дейтін болсаң, қолымнан келеді десең, сіз оны жасаңыз. Ал егер жоқ, мен мақсатты сараламай қояйын десе, онда барлық оқушыларды қалдыру керек. Ал басын бөлігі және кейбір оқушылардың қажеті жоқ шығар. Бірақ сіз басқа тұрғыдан саралайсыз. Қандай тұрғыдан саралауға болады? Мысалы, нәтиже тұрғысына. Мысалы, бұл енді қазақ тілі немесе әдебиеті болатын болса, эссе жазамыз. Онда барлық оқушылар 6 сынып 6 сөзден кем емес эссе жазады. Кейбір оқушылар 70 немесе 80 сөзден кем емес. Жоқ, басын бөледі. Ал кейбір оқушылар, мысалы, мен білмеймін, 90
сөзден кейін не істесе жазу ықтимал. Немесе математикада барлық оқушылар берілген 5 есептің яғни бұл шағын видеодан нені түсінуге болады? Сіз саралаған кезде жалпы сабақтың мақсатын емес, керісінше нәтижені саралауыңыз керек болады. Тапсырма берсеңіз, сол тапсырманың, мысалы 5 тапсырма орындата ма, барлық оқушы сол 5 тапсырманы орындай алады, немесе орындай алмайды. Нақты өлшемді болуы керек деген сөздер. Енді қараңыздар, жалпы оқу мақсат, жалпы қысқа мерзімді жоспарда бізде мынандай бір кодтар тұрады оқу бағдарламасында. Қысқа мерзімді жоспарды жасау бойынша Гүлмира Аскенқызы сіздермен коучингте бөліскен болатын. Сол жерде жалпы оқу бағдарламасында мынандай бір кодтар тұрады, 5-2-1-1 дейді. Осы кодында, мысалы, 5 дегеніміз алғашқы саны, ол сыныпты білдіреді, яғни 5-ші сыныпқа арналған. 2-1 дегеніміз ол бөлімнің бірінші бөлімшесі, ал 1 дегеніміз оқыту мақсатының реттік саны болып табылады. Енді бөлімнің бірінші бөлімшесі, бөлім дегендеріміз, ол ешқандай да оқулықтағы бөлімдерге қатысы жоқ. Ол неге қатысы бар? Ол мына оқу бағдарламасындағы әрбір пәннің өзінің арнайы бөлімдер болады, ол модульдар. Осы модульдар айтамыз. Мәселен, қараңыздар. Бөлім, мәселен, алгебра пәні, алгебраның екінші бөлімі алгебраға арналады. 1 деп отырғанымыз не? 1 ол алгебралық өрнектер және түрлендірулер деген бөлімше болады. Ал соның 1-1-і ол осы оқу мақсатының реті. Мәселен, алгебралық өрнектер, алгебра бөлімінің алгебралық өрнектер және түрлендірулер бөлімшесінің бірінші мақсаты қосу және көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып әріпті өрнектерді түрлендіру болса, ал тура осы бөлімшенің екінші мақсаты әріптердің берілген мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәндерін табу деп аталмақ. Міне кодтау дегеніміз осы. Енді қараңыз, сіздерге кеңес. Әр пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасында ұмыжға дейін берілетін оқу мақсатының бөлімдерін пайдалану керек. Ұмыжға дейін берілетін. Демек, сіз ұзақ мерзімді жоспарда оған дейінгі берілген оқу мақсаттарын пайдалануға міндеттісіз. Және мына көрсетіліп тұрған QR код арқылы сіздер оқу бағдарламаларына сілтеме аласыздар. Тағы бір кеңес. Әр пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасында ұмыжға дейін берілетін оқу мақсатының бөлімдерін пайдалану міндетті дедік. Мысалы, қосу және көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып әріпті өрнектерді түрлендіру. Ал осы оқу мақсатынан бағана күтілетін нәтижеде айтқандай, сабақ мақсатын қалай шығармақпыз? Әріпті өрнектерді түрлендіру үшін қосу және көбейту амалының қасиеттерін қолданады деген сабақ мақсатын шығарамыз. Енді қараңыз, саралауды, жалпы мақсатты саралауды, нәтижені саралау маңызды дегенді Асхат Әлімовтың айтқанын қалай түсінуге болады? Бізде жалпы сабақтың барысы Блум таксономиясының 6 деңгейіне бөліп алсақ болады. Мәселен, білу, түсіну деңгейі ол стандартты деңгей. Ақпаратты қолдану деңгейі және жоғарғы деңгей бар. Жоғарғы деңгей ол талдау, жинақтау және бағалау. Бағалау ол бүгінгі сабаққа, жалпы аргументтерге, дәлелдерге өзінің көзқарастарын білдіру. Бұны оқушыны бағалаумен шатастырып алмауымыз керек. Саралауды Блум таксономиясына негіздейміз. Күнделікті сабақта сабақ мақсатын саралау міндетті емес екенін еске сақтаймыз, және ашық сабақта саралау маңызды екендігін есте сақтаймыз. Енді қараңыз. Барлық оқушы, басым көпшілігі, кейбір оқушы дегенді қалай осы Блум таксономиясына сәйкестендіруге болады? Барлық оқушы міндетті, демек, сіз білу және түсіну деңгейінде барлық оқушыға осы оқу мақсаттарын меңгертсеңіз, мақсатыңызға жеттіңіз деген сөз. Басым көпшілігі алған ақпаратты қолдана алса, иллюстрациялы шешім шығара алса, демек, сіз мақсатыңызда әлдеқайда жоғары жеттіңіз. Ал кейбір оқушылар
талдау, тіпті анау бағалау деңгейіне дейін аргументтерді келтіру, өз көзқарасын дәлелді болжам жасай отырып дәлелді бағалау жасайтын болсам, онда сіздің сабағыңыз 100% толықтай мақсатына жете алды деген сөз. Және өте жоғары деңгейде жетті деген баға ие болмақ. Мысалы, тапсырмадан бұрын бағалау критериймен дескрипті жасалады. Яғни сізде шарт бар, өрнектерді ықшамдаңыз. А, Б, С деңгейі, С тапсырмадан тұратын өрнектер берілген, осыны ықшамдау. Қараңыздар, бағалау критерийі қандай болмақ? Әріпті өрнектерді түрлендіру үшін қосу және көбейту амалының қасиеттерін қолданады. Ал бұған дескриптіні қалай қолданамыз? Қосу амалдарының қасиеттерін қолданады. Көбейту амалдарының қасиеттерін қолданады. Әріпті өрнектерді түрлендіреді. Осы аталған дескриптарларға сәйкес біз бағалау жүргізетін боламыз. Кері байланыс. Кері байланыс біреудің жұмысын жақсартуға айтылатын ұсыныстар, талдау, мына жердің жақсы, мына жерді өңдеу керек. Бұл сабақтың өне бойында кез келген этапта беріледі. Сіз берілген тапсырмаға сәйкес. Кері байланыс, яғни жүре беріледі. Ол екі сұраққа жауап беру керек. Не жақсы және нені жақсарту керек деген сұраққа жауап беру керектігін есіңізден шығармаңыз. Ал рефлексия. Рефлексия мен кері байланысты шатастырмау керек. Рефлексия сабақтың соңында беріледі. Өз-өзіңізге ұсыныс жасайсыз. Мен нені жақсартуым керек? Сіз мұғалім ретінде. Және қымжыда жазбасаңыз да, жалпы рефлексияны болады. Оны сабақтан соң жазасыз. Ол жерге көрсетесіз. Өйткені сіз сабақ барысында болған оқиғалар, сабақ барысында орын алған қандай да бір қиындықтар, немесе ұсыныстар, кері байланыстардың негізінде рефлексияны автоматты жасай аласыз. Рефлексия арқылы жаңа білім қалыптастыруға болады. Джон Дьюи ұсынған рапорт тәсілі ментальды тұрғыдан оқушы сенімділігін арттырады да сіздің ары қарайғы жұмысыңызды жеңілдетеді. Рапорт бұл не деген сөз? Әзіл, анекдот, қызықты ситуация. Бұл әсіресе біздің сабақты бастамас бұрын жағымды ахуал, психологиялық ахуал, жағымды атмосфера құру деген этапта орындалатын тәсілдің бір түрі. Яғни сіз бүгінгі сабақ, бүгінгі тақырыпқа сәйкес келетін әзілмен, қандай да бір анекдотпен, яғни жас ерекшелік және әдеп қағидаларын сақтай отырып, немесе қызықты ситуациялардан мысалдар келтіре отырып сабаққа кірсеңіз, демек оқушының қызығушылығын арттыруға болады. Яғни жағымды атмосфера шаттық шеңбері құрудан, тілек тілеуден ғана тұрмайды, ол оқушыны қызықтырудан тұру керек. Қорытындылай келе, не үшін стикер қолдандым, не үшін бағдаршамды қолдандым? Мақсат оқушының білімін жақсарту. Әдіс пен тәсіл маңызды емес, оқушы тапсырма арқылы үйренеді, тәсіл тапсырманы орындау құралы ғана екендігін білуіміз керек. Демек, сіз стикер қолдандыңыз ба? Ол қолданған стикердің пайдасы осы айтылған пікірлерді назардан шығармауымыз керек. Назарларыңызға рахмет.